Ежелгі Грекия ойшылдары қоғам қандай болу керек деген сұраққа көп ойланды. Сократ адамдардың ең Consider my бастысы young ақыл мен friends, ізгілік екенін the very айтты. nature of Ол әр virtue. азамат сұрақ қойып, шындықты іздесе ғана әділ қоғам құрылады деді. Сократ үшін идеалды қоғам білімді, адал адамдардан тұратын орта. Платон идеалды Consider мемлекетте then әркім the өз орнын very атқаруы nature тиіс of деп санады. knowledge itself. Философтар билік жүргізеді, жауынгерлер қорғайды, ал шаруалар мен қолөнершілер еңбек етеді. Оның ойынша, әділдік әркім өз міндетін дұрыс орындағанда ғана болады. Аристотель болса, қоғамда теңдік пен заңның әділдігі маңызды деді. Ол заң бәріне бірдей болуы керек деп үйретті. Аристотель үшін идеалды қоғам орта жолды ұстанатын, әділ заңға бағынатын мемлекет. Философтар үшін идеалды қоғам бұл ақыл мен ізгілікке негізделген әділдік, тәртіп және әр азаматтың қатысуы. Олардың ойлары кейінгі дәуірлерде демократия мен ғылымға үлкен әсер етті.